Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен табада 10 минутта жасалатын өте дәмді болып шығатын пицца жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет болады. 4 жұмыртқаның үстіне 8 ас қасық майонез саламыз. Майонезден кейін үстіне 8 ас қасық қаймақ саламыз. Барлығын біркелкі етіп, жақсылап араластырып шығамыз. Кішкене тұз қосамыз. Енді осының үстіне 18 ас қасық ұн салуымыз қажет. Іртігі болмасы үшін ең алдымен бірінші 9 ас қасық ұнды салып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Енді осының үстіне қалған 9 ас қасық ұнымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Пиццаның қамыры дайын болды. Осындай қаймақ секілді қою болу қажет. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге салмасына колбаса және де қызанақ қажет болады. Салмасына үйдегі бар нәрселерді қоса берсеңіздер болады. Қызанақты видеода көрсетілгендей дөңгелек формада турап шығамыз. Енді пиццаны дайындауға кірісеміз. Ең алдымен біз табаннан астына май жағып, оны қыздыруымыз қажет. Одан кейін жаңағы дайындаған пиццаның қамырын осылай қасықпен салып шығамыз. Дөңгелек формаға келтіріп, қасықтың көмегімен тегістеп шығамыз. Осылай домалақ форма шығуы қажет. Кішкене пісіп қалғаннан кейін оның үстіне кетчуп жағамыз. Қасықтың көмегімен барлық жағына жағып шығамыз. Енді осының үстіне жаңағы дайындаған қызанақ пен колбасамызды қойып шығамыз. Бетіне теркадан өткізілген сырды себеміз. Енді табамыздың бетін жауып, сырымыз ерігенше күтеміз. Осымен біздің пиццамыз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Менде осындай пиццадан 4 шықты. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!